Қайырлы күн, ата-аналар, ұстаздар, оқушылар. Мен сіздерге бүгін күлтас жаттығуын ұсынамын. Күлтас жаттығуының мақсаты өмірлік қиын жағдайға тап болудың алдын алу, және де одан шыға білу жолдары, өмірлеріңізде қуаныш сыйлау. Енді бұл жаттығу 8-ші, 11-ші сынып оқушыларына және ата-аналар, мұғалімдерге арналады. Бұл жаттығудың жүрілу барысы алдарыңызда көріп тұрғандай гүл мен тас қойылып тұр. Әрбір тасты өмірдің қиындық жағдайы деп алыңыздар. Енді қазір ойлап отырсаңыздар, қандай өмірлік қиын жағдайға тап болдыңыздар? Бірінші, мысалы, бірінші тасты алған кезде өмірімде досыммен ренжістім. Екінші, мұғаліммен күнде сөзге келіп қала беремін. Үшінші тасты алған кезде 6-шы сыныпта әкемді жоғалттым, қайтыс болды. Төртінші тасты алған кезде отбасында жиі ұрсыса беремін, сөзге келісе беремін. Бесінші тасты алған кезде жаңағы сынақтан өте алмаған кезім есіме орала береді. Бұл өмірдің қиын сәттері. Сондықтан да осы тастың бәрін жинап, салып отырып, біз лақтырып тастаймыз. Қиыншылық жағдайдан құтылуымыз керек. Өйткені бұны күнделікті өмірде алып жүргендіктен стресстік жағдайларға тап болып жатамыз. Сондықтан осы тасты бойымыздан лақтырып тастаймыз. Енді алдарыңызда гүлдер қалды. Гүлдерде тек қана қуанышты сәттерді есімізге аламыз. Мысалы, менің достарым көп қазір. Мұғалімдермен тіл табысуыма болады. Және де ата-анамды ренжітпеймін, отбасым бар, оған қуаныштымын. Менің 12 мүшем сау, және де болашақ мақсаттарым бар. Болашақта мен дәрігер болғым келеді. Қарап отырсам, менің қолымнан өз-өзіме қуаныш сыйлау келеді екен. Сондықтан да өмірімізде қуаныш сыйлап жүрейік. Енді бұл жаттығудың соңында мен француз философы Вольтердің сөзімен аяқтағым келеді. Адам өмірлік қиындық жағдайларын қалай бағалап, қалай қабылдаса, соған қарай жеңіл қабылдаса, соған қарай жеңіл стратегиялар ойлап таба алады екен, одан шыға алады екен. Сондықтан да әрбір өмірімізді шаттыққа, қуанышқа толтыру өз қолымызда.